Менің атым Азамат. Мен Қызылорда қаласында 2006 жылы дүниеге келдім. Және мен авиация саласына қызығушылығым ол анамның кеңесі арқылы. Өйткені мен бала кезінен аспанға қарап ұшақтар қалай ұшуы, соның бәрі маған қызық болды. Және де 2021 жылы авиация колледжіне түстік. 2024 жылы авиация колледжін аяқтап, осы Қорқыт Ата әуежайына жұмысқа кірдім. Инженерлі авиация қызметінде қазір авиатехник лауазымында жұмыс атқарамын. Мен жұмысымдағы басты міндеттердің бірі ол ұшақ қонбай тұрып, алдымен бірінші тұраққа барып, тұрақтың жағдайын тексереміз. Егер де ол жерде бөгде заттар болса, біз оларды алып қоқысқа тастаймыз. Және де біз телескопиялық тораптың жағдайын тексереміз және VDGS құрылғысын қосамыз. Одан кейін тұраққа керекті колодка конустарды дайындаймыз. Бұл телескопиялық торап, бұл яғни борт келгеннен кейін адамдар қолайлы түрде терминалдың ішіне кіріп және бортқа кіруіне жасалған, және бұның управлениесі джойстик арқылы алдыға және артқа жасалады, және өзінің кнопкалары бар. Ана жақта тұрған VDGS, яғни ол борттың тұраққа дәл және қауіпсіз түрде келуіне жауап береді, оны мына жүйе арқылы іске қосамыз. Және біз ұшаққа визуалды түрде осмотр жасаймыз. Ол себебі біз ұшақта ақауы бар ма, жоқ па, соны қараймыз. Және де біз буксировка деген жасаймыз. Бағана видеодағыдай біз стилинг водила ілеміз. Оны ілу себебіміз тягач деген бар, соны ілеміз де буксировка жасаймыз. Ол ұшақтың белгілі бір жерге артпен жүріп апаруына себеп болады. Және біз экипажбен наушникте связьде тұрамыз. Яғни СПО дейді, самолетно-переговорное устройство дейді. Ол яғни біз жердегі болып жатқан обстановканы экипажға айтып отырамыз. Одан кейін экипаж бізден қозғалтқыштарды запуск жасауға рұқсат сұрайды. Және де екі двигатель запуск жасағаннан кейін біз визуалды түрде оның немесе сол жаққа қарай шығамыз да команда береміз осындай. Жұмысқа келген кездегі әсерім, ол ұшақ тұраққа келген кезде ұшақтың қозғалтқышының дауысы өте қатты болып, құлағымды ауыртып және де қорқыныш сезімін қобалжыдым. Бірақ әріптестерімнің арқасында көптеген нәрселерді үйреніп, қазір жұмысымды тиянақты түрде істеймін. Осы 2025 жыл жұмысшылар мамандықтары жылы болғандықтан, бұл бізді жұмыс істеуге деген ынтамызды арттырып қуантады. Және ұжымымыз, кәсіподағымыз жұмысшыларға деген әлеуметтік қолдаулар көрсетеді. Авиация саласы өте қызықты сала және жауапкершілікті талап ететін сала. Мен бұл саланы өте қатты жақсы көріп жұмыс істеймін. Және авиация саласында күн сайын көптеген нәрселерді үйренемін. Және де мен осы авиация саласында мықты бір специалист болғым келеді. Мені қарындастарыма және достарыма айтар кеңесім, авиация саласы жауапкершілік саласы. Және бұл жерде біз көптеген нәрселерді үйрене аламыз. Осы видео арқылы сіздер авиация саласындағы көптеген қызық нәрселерді көрдіңіздер деп ойлаймын. Және мен секілді жас мамандардың қалай жұмыс істегенін көрдіңіздер деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.